Саған жаңа айдың келуі қажет емес. Саған жаңа жоспар да керек емес. Емтиханның бітуін, келесі дүйсенбіні немесе дайынмын деген сезімнің келгенін күтудің де қажеті жоқ. Саған тек бір күн керек. Не істейсің, не бәрінен бас тартасың дейтін бір күн, өйткені ащы шындық мынау: адамдардың басым бөлігі өзгермейді. Себебі олар әлі жеткілікті деңгейде қиналған жоқ. Олар жетістік туралы видеоларды көре береді, бірақ сол арқылы өздерін ақтаудың тереңіне батып бара жатқанын. Ал сен дәл қазір осындасың. Демек, ішіңдегі бір нәрсе жалған өмір сүруден шаршады. Бүгінгі әңгіме өнімділіктің айла тәсілдері туралы емес. Бұл өміріңді өзгертетін шешім қабылдау туралы бірінші қадам. Өзіңе айтып жүрген ең үлкен өтірікті мойында. Шынын айтайын, сен тым шаршаған жоқсың. Сенде тәртіп жоқ. Сен тым бос емессің. Сенің назарың шашыраңқы. Сен кешігіп қалған жоқсың. Саған тек бастау қорқынышты. Қазір өзіңе үнемі айтып жүретін 3 өтірікті жазып шық. Ертең бастаймын, уақытым жоқ, алдымен мотивация келсін. Енді осы сөздерді дауыстап оқ, сол сәтте өзіңді жайсыз сезінесің. Себебі бұл ішіңдегі шынайы адамның ояна бастағанының белгісі. Ұялудың қажеті жоқ. Тек шындық қана бар. Ал шындық өзгерістің алғашқы қадамы, екінші қадам. Цифрлық өміріңді тазарт. Стресіңнің шамамен 75% шынайы емес. Ол сенің телефоныңнан келеді. Хабарландырулар, кішкентай үрей шабуылдары сияқты. Әлеуметтік желілер өзгелердің әдемі көрінетін жалған өмірі. Бірақ олардың сенің өзіңді бағалауыңа әсері өте шынайы. Міне, бүгінгі сынақ: өзіңді жаман сезіндіретін 3 қолданбаны өшір. Іштей өзіңді өзгелерден төмен сезіндіретін 5 адамнан жазылымды тоқтат. Телефоныңды бір күнге қарақ режимге ауыстыр. Сонда миыңда бұрын болмаған бос кеңістік пайда болғанын байқайсың. Ақырында өз ойларыңды ести бастайсың. Үшінші қадам: ескі болмысыңмен қоштас. Бұл ең маңызды бөлік. Қолыңа дәптер алып, мына сұрақтарға жауап бер. Мен ешқашан болғым келмеген адамға қалай айналдым? Қандай әдеттер мені өзіме ұнамайтын адамға айналдырып жатыр? Ал мен айналамдағы адамдарға ұнау үшін ғана немен айналысып жүрмін? Жауаптарыңды жазып болған соң, сол парақты жыртып таста. Өртеп жібер немесе 100 бөлікке бөл. Бұл артық драматизм емес. Бұл өзгеруге үнемі ниеттеніп, бірақ ешқашан бастамаған бұрынғы өзіңмен қоштасу. Төртінші қадам. Жауынгердің 1 сағаты денең. Миың, тынысың. Таймерді 60 минутқа қой. Алғашқы 20 минут қозғалыс, жүгір. Жерден итеріл. Отыр, тұр, жаса. Салқын душ қабылда. Ең бастысы, қозғалысты тоқтатпа. Осылайша бойыңдағы ауырлықты сілкіп тастайсың. Келесі 20 минут ойыңды қағазға түсір. Барлық ойыңды, қорқынышыңды, сенімсіздігіңді, идеяларыңды, армандарыңды, ештеңені сүзгіден өткізбей жаз. Ішіңдегі бүкіл бей-берекет қағазға ақтарылсын. Соңғы 20 минут толық тыныштық. Ешқандай музыка жоқ, ешқандай аффирмация жоқ. Тек сен және тыныс. Сонда өмірдің дауысы баяулап, санаңның қайтадан айқындала бастағанын сезесің. 5-ші қадам. Өміріңнің жаңа жүйесін іске қос. Таза парақ алып, мына 3 сұраққа жауап бер. Бірінші: егер мен бір ғана әдетімді өзгертсем, қайсысы болар еді? Ұйқыма, телефонға тәуелділік пе, әлде жалқаулық па? Екінші: егер мен 30 күн бойы толықтай мақсатқа назар аударсам, қандай адамға айналар едім? Не қылайтыныңды емес, кім болатыныңды ойла, айырмашылығын сез. Үшінші: өзімді мәңгілікке жерге қаратпау үшін бүгін кімнің көңілін қалдыруым керек? Досыңның ба, жазылушыларыңның ба, әлде ата-анаңның күткен үмітінің бе? Ащы шындық мынау: сенің ең жақсы нұсқаңа бәрі бірдей лайық емес. Жауаптарыңды дөңгелектеп белгілеп, қабырғаңа іліп қой. Міне, сенің шынайы жоспарың. 6-шы қадам. Кешкі сағат 21:00-дегі айна алдындағы есеп. Кері шегіну жоқ. Кешкі 9-да айна алдына барып, өз көзіңе қарап, былай де: бүгін мен бар күшімді салдым. Ешкімді де, өзімді де алдамадым. Жартылай емес, толық күшпен еңбек еттім. Бұл бір түрлі көрінуі мүмкін, бірақ адамдардың көбі кешке әлеуметтік желіні қарап, босқа өткізген күнін ұмытуға тырысады. Ал сен сол күнмен бетпе-бет кездің, ол үшін күрестің. Міне, бәрін өзгертетінде осы. Бұл күн мінсіз болу туралы емес. Сен 24 сағаттың ішінде Илон Маскқа айналмайсың, бірақ сен әлдеқайда мықты адамға айналасың. Өйткені сен мына нәрсені түсінесің: егер мен мұны бір күн жасай алсам, ертең де жасай аламын. Одан кейін тағы.
Адамдар өмірін уақыттың арқасында емес, қабылдаған шешімдерінің арқасында өзгертеді. Егер осының бәрін шынымен орындасаң, жай ғана лайк басып немесе шабыттандыратын пікір жазып кетпе. Кешкі сағат 21:00-де қайта оралып, пікірге былай деп жаз: мен орындадым. Мен бүгін өзімді толық көрсете алдым. Сонда кімнің шын мәнінде өзгергісі келетінін, ал кімнің жай ғана жайлық іздеп жүргенін көреміз. Өмірің өздігінен өзгермейді. Бірақ бір ғана күн сол өзгерсін